6В07-501 стандарттоо және сертификаттоо билим берүү багдарламасына арналган шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекциялар. 6-шы лекция уыт және уытты ферментті препарат, уыт өндірісі. Жоспар: уыт өндірісі туралы жалпы сипаттама, уытты өсіру және өндірістік дәнді дақылдарды алу. Уыт өндірісі дегеніміз арнайы жасалған және реттелетін жағдайларда әртүрлі дақылды дәндерді өсіру болып табылады. Уытты алу үшін негізінен арпа, қара бидай, күріш, бидай, сұлы, тары сирек қолданылады. Өсірудің соңғы өнімі жаңа өсірілген уыт, кептіру нәтижесінде ол құрғақ уытқа айналады. Уытты өндірудің негізгі мақсаты дәнге негізінен гидролитикалық максималды мүмкін немесе берілген фермент санын шоғырландыру болып табылады. Шарап өндірісінде уыттың 3 түрі қолданылады: ашық, қарақоңыр және карамельді. Уыт өндіру технологиясы келесі процестерден тұрады: арпаны тазалау, сорттау, суға салып жібіту, уыт өндіру, жаңа өсірілген уытты кептіру, кептірілген уытты өскіннен бөлу және уытты жылтырлату. Өндіріске түскен дәндер бір қатар қоспалардан тұрады. Олар уыт өндіру процесін қиындатып, уыт сапасын төмендетеді. Ең көп таралған бұл ауа электі сепаратор, дән тазалайтын машина болып табылады. Мұндай дән арнайы өлшемдегі електен өтіп тазаланады және ауамен үрленеді. Пісіп жетілген, тазаланған және сортталған дән жууға немесе жібітуге суға салынады. Суға салынған дән суды сіңіреді. Өсіруге қажетті соңғы ылғал жібіту деңгейі деп аталады. Жібітудің қолайлы деңгейі бұл 42-50% құрайды. Ал арпа сорттарында және одан алынатын уыттың түріне байланысты түрлі пайызды қамтуы мүмкін. Жібіту 3 түрлі тәсілмен өтеді, яғни кезекті, ауалы, сулы, үздіксіз тасқынды, яғни судағы қаныққан ауалар бойынша. Ең прогрессивті тәсіл бұл ауалы суландырғыш тәсілі. Ауалы сулы тәсілдіргіш бастапқыда дәнні 20 сағат бойы суда жібейді. Одан кейін оның үстіне су бүркейтін форсункалар арқылы сумен тағы да суландырылады. Және суландырылған су температурасы 18-20 градус температураны қамтуы қажет. Дәнді өсіру белсенді емес ферменттерді күшейту, жаңа ферменттерді синтездеу мақсатында қолданылады. Жетілген уыт кептіруге түседі. Яғни өсімді белгілі бір дәрежеде өскеннен кейін кептірудің мақсаты артық ылғалды жою және бояғыш хош иісті заттарды шоғырландыру. Кептіру процесі кезінде уыттың ылғалдылығы 42-47%-дан 2-4%-ға дейін түседі. Кептірудің 3 сатысы қолданылады. Бірінші сатысы бұл физиологиялық, яғни 40 градус температурада уытты массалық үлесі 30%-ға дейін жеткенше кептіреді. Содан кейін ол тоқтайды, ол пайыз. Екінші сатысында, яғни ферментивті деп аталады. Бұл кезде 40-50 градус температурадан 10-20 градус температураға дейін түседі. Кептірудің үшінші сатысында, яғни химиялық деп аталады. Бұл 75 градус температурада жүреді. Ферменттер бұл кезде 80%-дан, яғни бұл кезде саты ашық түсті уыт алу үшін 80 градустық температура, ал қоңырқай түсті уыт алу үшін 100 градус температура қолданылады. Келесі бұл материал егістік материалдарын алу. Егістік материалдары ретінде процесстің алғашқы штампын қолданылады. Оны зауыт зертханасы арқылы ғылыми зерттеу институтында немесе тазартылған дәнді дақылдардың орталық зертханасынан алуға болады. Егістік материалдардың қажетті мөлшерін бөтен микрофлора дамуының жойылуына кепілдік береді.
Өндірістік дәнді дақылдарды алу дегеніміз микроағзалардың тез өсуіне және ферменттердің олармен максималды синтез жасауына әсер ететін негізгі факторлар болып табылады. Тазартылған ферментті дәрі-дәрмектерді алу бұл ферменттерді тазартылған, тазаланған сызбасында микроағзалардың дәнді дақылдардың ерімейтін заттарынан бөліп алу және қасындағы еритін заттармен басқа да ферменттермен бөлінуін айтады. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі дәріс бойынша бақылау сұрақтары және осы материал бойынша әдебиет тізімі көрсетіліп отыр.